бізде музыка сабағы жалғасуда. Қызымыз 2-ші сабаққа келіп отыр. Аты Жанерке, студент. Ал енді апаларға қандай бір не? Халыққа. Айты бер. Сөз сізге бердік. Бүгін қалай үйретесің? Басында енді біз қағыстарды үйрендік кішкене. Қағыстарды біз миға былай қондырамыз ғой, бәріміз бір келкі орындағанша сол орындап алайық, иә. Сосын ары қарай сіздерге қиын емес қатты. Қиындық тудырмайды деп ойлаймын. Жазбаңыздар ма, мен ұмытып кетпеңіздерге айтып тұрмын. Онда асықпай, бәріміз бір қалыпта асықпай ойнап шығамыз, иә. Жоқ, тек бірінші пайыздан басасыз. 4-4-тен бе? Иә, мынаны ғана басыңыз. Дайынсыздар ма? 1, 2, 3. Басынан бастап аяғына дейін. Басынан бастап аяғына дейін. Айгүл анда қарап отырыңыз, бірге басыңыз. Бірінші, бір төмен, бір жоғары. Үшеуден 2 асықпаймыз. Бірге ойнаймыз. Бірге. Айгүл де. Келесі бір төмен. Келесі қағыз дұрыс. Енді 2 төмен, 2 жоғары қағамыз. 2 төмен, 2 жоғары. Бір жоғары. Қайтадан 2 төмен. Асықпай. 1, 2, 3. Келесі қағыз. Бірге қағам ек бас. Енді басқаларымыз тыңдайық бас. музыкасыз әлем красочный болмайды да, андай әдемі болмайды. Өзі клин соғы сондай басып кетеді, иә. Жалпы сол
Үн ғой жақсы. Ал. Әуен үн ғой, әсем үн. Я бұл жерде енді сіздермен бірге нені үйренеміз қазір. Біз бәріміз тез ойнап осылайынан бәрін үйреніп тастағымыз келеді. Ол өте жақсы. Жалпы енді кішкене сабырлыққа, кішкене бір-бірімізді тыңдауға, иә, қандай дыбыс шығып жатыр екен, мен не ойнап жатыр мына жақта, қандай дыбыс шығып жатыр. Асықпай соны үйренеміз. Бір-бірімізді тыңдап, дыбыстарды естіп, солай үйренеміз. Басты мақсат бәріміз бір-бірімізді тыңдап, бір неде ойнау керек, иә. Сол өзіміз бірімізді тыңдап отырып, содан егер ертең осының бәрі қиын болуы мүмкін, қолдарыңыз ауырады, бәрібір ертең ойнап біткеннен кейін өздеріңіз рахаттанатын боласыздар ойнап отырып. Өмірдегі деген құлшыныс, иә, музыкамен. Көп болсақ та әлде жасарып жатырмыз. Иә, музыкамен деген құлшыныс арта береді. Сол әдемі болып отырамыз, түзеу. Мынау домбырада отыру, мынау омыртқаларымызға да пайдалы, иә. Бүйтіп тіке отырған кезге бүкіл омыртқаларымыз тіке, сол омыртқамыз түзеу болса, ол жасымыз да ұзақ, иә. Әдемі болып жүреміз тіке. Онда бағанағыны қайталап өтіңіздер. Мен берген тасыма. Тыңдап отырыңыздар, қандай ритм болады екен, иә. Сосын сіздерді былайынан ұрып қайталап өтесіздер. Қолмен ба? Иә. Мысалға, былайынан бір отырсам, тыңдап отырсыздар ғой, сол былайынан ұрып. Мен басқа ағақтар жасаймын. Қазір мен тыңдап алыңыздар, сосын бір-бірден естіп қойыңыз. Бір-бірден сіз қойыңыз. Қалай тағы сен? Артық болып кетті, Амын. Міне. Давайте, бір-екі. Тыңдап алыңыздар бірінші. Бірге сүйік. Бір-екі. Былай. Бірге. Сол қағыстарды міндетті түрде қайталаймыз келесіде. Мынау қол жүргізу жаттығуларын қайталаймыз. Сол күйдің қағысын қайталаймыз. Бас бармақ мына жерге балан үйреп тұрады. Саламатсыздар ма, оқушылар, студенттер. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Өткенгі сабағымызды қорытынды жасап кетейік. Ол кезде қыспақ туралы әңгіме болған, қыспақ туралы сабақ болған. Қыспақ дегенде ол қалай түседі, кімге түседі, не үшін түседі, сол бәрін қысқа болса да сіздерге түсіндіруге әрекет жасадым. Енді сонда да тағы айтып кетейін, қыспақ не үшін түседі екен? Оның мақсаты не? Оны кім түсіреді? Кімнің бұйрығымен? Қыспақ дегенде ол Алланың бұйрығымен ғана түседі. Өзігінен ештеңке жер жүзінде уақиғалар, әрекеттер ешқандай болмайды. Тек қана Құдайдың бұйрығымен. Құдайдың бұйрығымен түскен кезде ол кімдер арқылы, нелер арқылы түседі. Және ол тылсымдықтар арқылы түсетінін білеміз. Және оның мақсаты не? Түбінде не тұр? Оның мақсаты Құдайға бірінші орында тұрған Құдайға бет бұр. Имандылықты қабылда. Ата-бабамыздың істеген істерін, біздің ата-бабамыз қандай болды? Олар намаз оқыды. Алланың бар екеніне куәлік етті және Құдайға құлшылық етті. Бүкіл бұйрықтарын, парыздарын, сүннеттерін бәрін орындады. Солай ма? Бізді дұрыс жолға түсіріп, дұрыс тәрбиелеп, ол аман сау жеткенімізге ата-бабалар үлкен үлесі бар. Солардың істеген ісін біз қайталауымыз керекпіз. Және қара күштерден өзімізді сақтауымыз керекпіз. Және екі дүниені бірдей ұстауымыз керек екенбіз. Осы өмірдің қызығына батып, осы өмірді ғана барлық жылтырларын бәріне қызығып, осы өмірдің ғана қызығына қызықпастан ақыретімізді ойлана іс атқаруымыз керек екен.
сол қыспақ не үшін түседі және оның соңы аппаратының қалай. Егер де ақыл есіңді жинап, дұрыс бағытқа түсіп, дұрыс іс істемесең, әрекет жасамасаң, демек қыспақтың соңы не жынханаға барады екен, ақыры өлімге апарады екен. Барлық жақсылықтан екі дүниеде махрұм болады екенсің, егер ізденбесең. Ал егер дұрыс іске бет бұрып, Аллаға иман келтіріп, жақсы істерді істейтін болсақ, Құдайдың бұйрықтарын орындайтын болсақ, оның ішінде ұлттығымызды танып, ұлттық киімді киіп, ұлттық тілімізде сөйлеп, бүкіл аспаптарды қолданып, үйдің де сыртында сол қазақшылығымызды ары қарай өркендетіп, іс атқаратын болсақ, барлығын бір гармонияда жұмыс атқаратын болсақ, демек соңы жұмаққа апарады екен. Екі дүниенің жұмағы. Осы өмірінде жұмаққа айланады, арғы өмірінде жұмаққа айланады, және бүкіл жер жүзі бойынша Құдайдың алдында болсын, тылсымдықтардың алдында, тірлердің алдында абыройың асықтайды екен. Ал енді қыспақ туралы түсініктеме бердік, өткен сабаққа қорытынды жасадық. Енді осыған әрі қарай қыспақ келген кезде қыспақ әртүрлі болып келеді. Жол жабылу, денсаулықтан қиналу, тағы да ақшадан қиналу, түрлі қыспақтармен келеді. Оны біреуден көрместен және сиқыр арқылы келеді, бір-бірін дуа жасау, жол байлау, сондай арқылы келеді. Оны біз бірден біле қалып, Құдайға тәуекел етуіміз керек екен. Аллаға жалбарсақ, Алла керекті адамдарын жібере қояды. Әрі қарай ақылды болып, сол адамның айтқанын істеп, әрі қарай алып шықсақ, бізден ақылды адам болмайды екен. Біз Құдайдың да, әруақтың да, періштелердің де сүйіктісіне айланамыз. Және тума-туыстың да кім Құдайға жақын, солардың сүйіктісіне. Және біздің алдымызға тек қана жақсы адамдар жиналады екен. Өзің сияқты тақуа, өзің сияқты намаз оқитын, өзің сияқты Құдайға жалбаратын адамдармен осы өмірде, арғы өмірде солай. Егер де қараңыз, осы өмірде намаз оқып құлшылық жасаған адам, арғы өмірде енді көзін жұмады ғой, ұйықтайды, өледі, ұйқыға кетеді, көзін қайтадан Құдай ашқан кезде ол адамды сондай жақсы адамдардың ортасында ұйқыдан оятады, қайтадан тірілтеді. Сондай күнге жеткізсін. Ал егер сіз жаман өмір сүрсеңіз, өте жаман тірліктер істесеңіз, арғы дүниеде оятқан кезде сізді тек қана жаман адамдармен оятады. Жаман адамдар қандай болады? Бір-біріне жамандық тілейтін, жамандық жасайтын, ұрсатын, төбелесетін, бір-бірін шашын жұлатын, сондай адамдардың ішіне арасында оянудан Құдай сақтасын. Ол дозақтық қалып. Әрі қарай, енді мен өткен сабақтағы мынау автомашинаның, автокөліктің құрылысы, қалай оны ішіне салып, және оны қалай құрастырылғаны, және ішіне не салынған, және сыртын қалай қаптаған, соның барлығын түсіндіріп өткен болатынмын. Және осы сабаққа кейінгі бүгінгі жаңа сабағымызға, тақырыбымызға осы керек болады деп бұны іліп қойдым. Ендігі сабағымыз, жаңа сабағымыз дене күтімі. Дене күтімі. Және ғибадат күтімі. Бұл ғибадатқа намаз кіреді. Себебі намазда біз сыйынамыз. Сақтық шаралары. Оған қандай дене мүшелеріне нелер жатады? Қазірше сыртымызды, бірінші сыртқы келбетімізді айтамыз. Оған шаш, бас, мойын, тырнақ, аяқ, сақал, табан, бұлардың барлығы сыртқы келбетке жатады. Денеміздегіні осыны бүгін түсіндіріп беруге әрекет жасаймын. Ал енді дене күтімінде бірінші болып біз бас бірінші орында тұрады. Бас әр сөзде бас қосылады. Кез келген қиындық болсын, кез келген жақсылық болсын, яки кез келген жұмыста болсын, бас бірінші орында тұрады. Демек, бас болғанда
ішінде қандай орган бар, мүше бар? Ми. Ми. Өте дұрыс. Мынаны бас деп алса, мынаның ішінде мынандай бір ми бар. Ми. Ал енді бірінші болып қазір еркектер де шаш боятын болған. Енді қатындарды алайық. Қатын қалаштар, жас алдын кәрілер бояйтын. Мен әжелерім тек қана бояған кезде ол күйеден ба бірдеңкелерден, өсімдіктерден бояу жасайды. Өсімдіктерден бояу жасап, бұны самайларын ғана шілей ағарып кетсе, самай ғана бояп қоятын. Ал қазір қандай өтіп алды? Химиялық бояу өтіп алды. Ең қауіпті сол екен. Бояуды кез келген бояумен, қолмен жұмыс жасаңыз, краска өте көп суды, өте көп уақытты алады ол красканың бояудың кетуіне. Ал біз қазір шашты бояйтын халге жеттік. Бояған кезде ол краска, әрбір баста теріде тесіктер бар. Тесіктер арқылы теріден өтеді дағыны, ол миға тікелей барады. Ал мида не бар? Нерв бар. Қан тамырлар бар. Және рухани не бар? Рухани ой бар. Ойлау қабілет. Ақыл бар. Данышпандық бар. Даналық бар. Егер де бас химиялық бояумен боялса, бас ешқашан дұрыс жұмыс істемейді. Ол кедергі жасайды ойлауға. Және даналықты, ақылды игеруге бояу өте қатты әсер етеді. Оның жаман әсері бар. Және материалдық жағынан нерв пен қанға тікелей әсері бар. Жұмыс істеуіне баяулатады. Нервті қоздырады. Нерв қозған кезде не болады? Ашушаңдық пайда болады. Ашуланамыз, жынданамыз, бүкіл жақты қырып жоямыз. Рас па? Рас. Өзімізге әрекет етуден, өзімізді бақылауда ұстаудан, орысша айтқанда өзімізге контроль жасаудан айырылып қаламыз. Демек, миға өте қатты әсері бар бояудың. Сол үшін бояу керек па? Керек емес. Бояу керек емес. Рас па? Енді бояу, бұның ішіне әр тесіктен, клеткалар дейді, тесіктен кірген кезде миға тікелей әсер етті, бүкіл жұмыстарын тоқтатады екен. Рухани да, материалдық та өте қауіпті. Бұл миға және қандай ауру шабуыл жасайды. Жиналып келіп, қаралықтың бәрі жиналып келген кезде рак талшықтары өсіп шығады. Ол рак талшықтары қара күштен пайдалы. Қара күш ол сайттан қара жын. Оны тағы да айта жатармыз. Және мынау миға дейін ет пен терінің арасы бар ғой. Ол жерге не жиналады? Білесіздер? Дұрыс, сары су жиналады. Сары су жиналған кезде бұны қалай шығарады? Білесіздер ме? Теремес, оразамен шығарамыз. Оразамен шыққан кезде және орамалмен жабамыз. Орамалмен жапқан кезде сары су қалай шығады? Білесіздер ме? Кейбір адамдарды құсық арқылы шығады. Құсық арқылы шығады және жарашық. Бүкіл дене шаштың арасы жараға басып кетеді. Ол сары су солай. Ең оңайы жара шығып шығуы сары судың. Ал егер құсықпен шыққаны ол өте қауіпті. Ол бүкіл денені ауыртады, қинайды, жылатады, бүкіл бас ауырады. Бұндайда сары судың мөлшері өте көп деген сөз. Демек, әрі қарай енді ми, қан тамыр, нерв, бояу, одан тағы да бұнда баста не бар? Баста шаш бар. Шаш бар. Әйел заттарында шаш ұзын болу керек. Ұзын болу керек, еркектерде шаш қысқа болу керек. Бұның Құдайдың жаратқаны солай. Біз қазақтарда шаш қырқу деген болмаған. Шашты екі бұрыммен өріп,
солай орамалдың астына жасырып жүрген. Ал енді шаштың өте көп қасиеті бар. Шаш деген не ол? Шашты қырқып кеттік. Шаш ашық жүргенде қазіргі жағдайда, заманауи жағдайда шаштың бәрін жайып тастап, қырқып бояп алатын болдық. Бұндайда шашты жайғанның мағынасы қандай білесіздер ме? Еркіндік. Мен еркін адаммын деген мағынаны білдіреді. Неден еркін? Түп мағынасында неден еркін болуы мүмкін? Қатын, әйел заттар, қыздар. Еркектен. Құдайдан. Құдайға мен бағынышты емеспін деген мағынасы жатыр. Ол бізге көрінбейді. Оның астарына үңілу керек. Түбінде не жатыр? Қандай ой жатыр? Қандай несі бар? Мағынасы бар? Ғылыми түсінікпен алғанда шашты жайып алып көшеге шыққан қатындардың мағынасы. Көрдіңіз ба? Ол адам Құдайға бағынбаймын деген жасырын түрде оның жан айқайы, оның ішкі үні солай білдіреді. Демек, бұл адам Құдайдан өзін биік санаған. Мен Құдайға бағынбаймын. Мен Құдайдың құлы емеспін деген жасырын үні тұр екен. Солай ма? Біз солай танимыз. Ал енді оны қырқып тастағанда нені білдіреді? Қарсылықты білдіреді. Дұрыс. Қырқып тастағанда мен Құдайдың берген бүкіл жақсылығын маған керек емес деген үн тұр. Қырқып тастау. Ол өз жолын, өз бағын, өз бақытын, өз денсаулығын қырқып тастаған мағынаны білдіреді. Әрі қарай. Енді шаш. Қандай жамандықтар бар шаштың? Ашық жүрген шаштың. Ол өзіне қара күшті шақырады, жинайды. Қара күштің барлығы мына қайтадан ілгеміз. Қара күшке кімдер жатады? Қара күшке қара жын мен сайтан перілер жатады. Демек, шашты жайып алып, біз шақырады екен бірінші орында. Жын, сайтан, перілерді жанымызға жиналады екенбіз. Қап-қара күштердің бәрін жиналады екенбіз. Одан кейін тағынан жинаймыз? Тіл көз жинап аламыз. Бүкіл радиация, атомный радиациялардың бәрін жинап аламыз. Бізде физикада мұғалімдер нені үйретті? Шашқа оқаласаң, сосын бір кішкентай қағазға бүйтіп қойсаң, тарту күші. Демек, шашта тартылу күші өте көп. Егер осыдан ойлана келе шығатын түйінне тартылу күшіне өте бейім екен. Өзіне тартып тұрады екен, бұл радио сияқты. Радио қабылдағышты өте көп жан-жақтан бүкіл информацияның бәрін жинап ала ма? Сол сияқты адамның басына керек емес информация болсын, радиация болсын, жамандық болсын, бүкілін шаш жинап алады екен. Ол жинап алған екен не істейді? Бүкіл денеге, ағзаға кетеді. Ол жалғыз өзі уланса ғой, жалғыз өзі қиналса ғой, ол бүкіл жан-жақтың барлығын, бүкіл әлемді жинап алып, бүкіл әлемді бүлдіріп бастайды. Ортасын қай жерде жүреді, солардың жүрін бәріне зиян тиіп тастайды, және отбасын үйінің ішінде де онымен жүреді. Оны жуып алып тастайды, бірақ ол түгелмен кетпейді. Бәрібір түбінде қалып қояды. Енді бұны шашты қалай жинаймыз? Қалай оның жамандықты жинамау үшін не істеу керек? Басты жабамыз. Және басы ашық кезде шаш, әсіресе тұрмысқа шыққан қыз-келіншектерде, кемпірлерде, күйеуі барларда төбесінен сасық шығып тұрады. Қақ төбесінен сасық шығып тұрады. Оны қабат қалпақтармен, орамалдармен, шүберектермен, маталармен орып тастау керек. Сол кезде иіс
шықпайды. Бүкіл әлемді уламаймыз. Және бұл иіс қандай зияны бар? Адам басынан шыққан иістің қандай зияны бар? Шаң қалай көрінеді? Шаң жоғары көтеріледі дағыны, ол қайттан жерге қонады. Иісте де сондай қабілет бар екен, сондай қасиет бар екен, ол иіс жоғары шығады, қонады. Қонған кезде және тағы бір қасиеті бар, ол көлеңке сияқты еріп жүреді. Енді бұл қонған кезде әсіресе тамаққа қонады, киімге қонады, ол сосын не болады? Тамаққа қонған кезде тамақты түппен араластырып жейміз дағыны, ол адамды улайды екенбіз. Бүкіл жан-жағымыздың барлығын улайды екенбіз. Бұның сондағы дене күтімін, енді дене күтімінде не істейміз? Бірінші орында бастың бәрін жауып тастаймыз. Бұл жерде қыз балаларды, періштелерді, қыз балаларды 17 жасқа дейін қыз балаларды тақи киіп жүруге, шашын көрсетуге болады. Шашты көрсеткен кезде шашын өріп жүруге болады. Ал 17 жастан жоғары басына орамал орап, шашын көрсетпеуге, әсіресе көйлектің ішіне салып қойып жүрсе, өте жақсы болады. Енді бұны не үшін өреміз? Менде Өзбекстанда туып өстім, бізде өзбектердің қыздарын шаштармайды алып өріп тастайды. Алып өріп тастайды да, басын тақай кесіп қойды. Сосын көйлектің астынан штан кигізеді. Дамбал кигізіп қойды. Өте әдемі, құтты секірсе де, басқалса да, ойнаса да, өте әдемі көрінетін. Ал біз қазақтар көйлек кидік, басымызға түк киген жоқпыз, шашымызды өрдік, резинкемен жаңағы байладық. Бірақ көйлегіміздің астынан ештеңе кимейтін. Бұл енді қателік, үлкен қателік. Ал енді шашты қазақтар екі бұрыммен өру керек. Ол шаштың екі бұрыммен өргені нені білдіреді? Тұрмыста болған. Бір басың екеу болсын деген. Бір басың екеу болсын. Алла тағала адамды жұбын жаратқан екен, екі бұрыммен өріп жүру керек екен. Қыз бала тұрмысқа шықпай жүрген қыз болсын, тұрмысқа шықса да, Тұрмысқа шықпағанда бір бұрым, тұрмысқа шыққан екі бұрыммен өреді деп еді. Екі бұрыммен. Тұрмысқа шықпағанда бір бұрым қыздар. Бізге маған Тоқберген аға солай екі бұрым. Менің қызымды көрген кезде екі бұрыммен өріп жүр деп өсиет айтқан. Мен сол қағида. Менің бұрын естігенімді қате қоянды. Менің қызым шашы өте ұзын, екі бұрыммен өріп жүремін. Екі бұрым бәрібір тағдырын кішкентай кезден қалыптастыру керек. Екі бұрыммен өріп, оны маталармен, тақилармен жауып тастаймыз. Ол және оның барлық істеген ісі жақсылық қой, жақсылықтары қос-қостап келсін дегені. Басқа бақ қонады бас жабық кезде. Әйел зат, еркек зат бас жабық кезде кие қонады. Кие деген не ол? Бақ деген не ол? Оның да өзінің уақыты келеді, мен сіздерге түсіндіріп беремін. Бастысы баққа қонатын. Бақ бас жабық. Бақ бас жабық болмаса бақ қонбайды. Сіз ойлайсыздар, бай, дәулетті, келіндерді түсіріп жатыр, қыз ұзатып жатыр, олар бай, ол бақытты, бақ қонған басына. Жоқ. Ол қате түсінік. Ол уақытша. Бақ қонған ол қасиетін шыңдап, Құдайды таныған, екі дүниесінде дұрыс алып жүрген, болашағын ойлайтын адам ғана басына бақ қонған болады. Құдайға құлшылық істеп жатқан адамның басында бағы бар. Маңдайында беселі бақыты бар. Түсіндіңіздер ғой? Әрі қарай шаш туралы айттық, оның зияндары, әрқайсының мағынасын айтуға тырыстым. Ал енді одан кейін мойын, тамақ жабамыз. Ұйықтамаймыз. Қыздар ұйықтамаймыз. Жарты сағат уақыттарыңды бөле